Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Апамның шәйі деген топқа бөлу әдісімен таныстырып өтейін. Бұл жасанды интеллект негізінде жасалынған, яғни арнайы платформада жасалынған әдіс. Негізі презентацияда жасайтынмын әдістерді, бірақ PowerPoint программасында, мысалы артта ашық сабағымызда мұғалімдер отырған кезде мына жерге екі оқушылар шатасып, басқа кесенің үстіне емес, басқа жерін басып жүрсе, біздің презентациямыз өшіп қалатын, сондай жағдайлар туындайтын, ыңғайсыздық жағдайлар болады да, артта отырған әріптестеріміз болса, кішкене уақыт жағынан да ұстап қалатын. Сол үшін қазіргі уақытта мен осындай әдістерді презентацияны PowerPoint программасында емес, осындай арнайы платформада жасап жүрмін. Яғни бұл платформа сілтеме арқылы ешқандай тіркелудің қажеті жоқ. Тек қана WhatsApp-қа сілтеме жіберем, сол сілтемені басу арқылы кез келген сабағыңызға қолдануға болады. Және жарамдылық мерзімі жоқ. Келесі жылы да, арғы жылы да қолдана бересіздер. Бір алып қойсаңыздар, кез келген сабаққа, топқа бөлуге өте тиімді әдіс деп есептеймін. Бұл жерде оқушыларға айтасыздар, яғни сабақты бастамас бұрын балалар әдемілеп сүт қатқан шайды ішіп алайық деп оқушылар тақтаға шығарасыздар. Әр оқушы өз шынысын басады. Мысалы, осылай басқан кезде өзінің қай топта екендігі көрсетіледі. Осылай оқушыларды тақтаға шығарып, қолмен экранды басады. Бұл жерде, мысалы, PowerPoint программасында басқа жерін басып жүрсен, біздің анимациямыз дұрыс болмай қалатын, ал бұл жерде қорықпайсыздар. Тек кесені басқан кезде ғана бізде әр топ өзінің тобы шығып отырады. Осылай көрдіңіздер ме? Осылай оқушыларды топқа бөлуге болады.